Алла Таала сахабаларды, пайгамбарды сүйүнүшлөйт осы кадыр түнүмен. Сендерде де сондай мүмкүндүк бар деген сөз ғой. Бізде де сондай мүмкүндүк бар. Өмір бойы Аллаға күнә жасамай 83 жылдың сауабын ала аламыз біздерде. Біздер де соған лайық бола аламыз. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр деген қадыр сөзі түсті. Хайру мин алфи шахр. Бір түн 1000 айдан хайырлы, 83 жылдан хайырлы. Сіздің ғибадатыңыз, дұғаңыз, құлшылығыңыз, намазыңыз, зікіріңіз дәл сол түнге сәйкес келсе, субханалла, сіз ең бақытсыз адамсыз. Өйткені сіз 83 жылдық ғибадаттың бірін алдыңыз. Ертең қияметте амал дәптеріңіздің ішінен 83 жыл ғибадаттың сауабын көрген кезде таңғаласыз. Субханалла, мен 83 жыл өмір сүргенім жоқ қой. Мен 83 жыл намаз оқығаным жоқ қой. Құлшылық қылғаным жоқ қой деген кезде сенің сол қадір түнінің сәйкес келгендігі үшін Алла Тағала соған сондай сауап береді.